Halkım 155'ten cың жібек кәріс 10 жыл киіп кыдасын шығарамайсыз ма? Маржандар қолмен тіккен, мал заводтан шыққаннан кейін Ашигүлден бірі отырып алып тіккен мынаны. Міне шапан қып киесіз ба, гансыр қып киесіз ба, алдын түймелесеңіз міне мынандай болады, шүмелі. Өте әдем шыққан мал, 10 жыл киіп мынаның сапасын өзгерте алмайсыз. Өзіңіз біреумен жұлысып, соғысып, бүйтіп айтсам, соғысқан сенімен келсін деп жүрмеңіздер. Міне, көрдіңіздер ма? Міне, бүтін көзі қолмен қойылған, осындай. Енді бұны одан арзан қып берейін десем, бұл өзі пифаға қымбат мал, қалқым міне. Мына мен киген берейін, міне тұр. Бүтін үшінші соғын қойылған. Бір кисеңіз де бірегей. Ақшаңыз болса, киім ішкектегі киіміңіз бір кисеңіз де бірегей болатын болса, бір киімді 10 жыл, 5 жылдан кейін бір жумайсыз ғой, бұл киім кірлемейді ғой әзір. Әтірдің исін бір шаш қоясыз тұрады, алып кисеңіз де киіле береді. Нашар киімші 2-3 кигеннен кейін түтес шығып бірдеңе болып кигіңіз келмейді. Мыналарды міне, нақ үшінші соғын қолмен істелген осындай керемет. 155-тен қимылғып бердім қалқым міне. Мына менің ішімдегі коптаны жақсы көріп қалдыңыздар, мен білем. Мына былың юбкамды 35-тен қалқым. Менің малым екі түрлі. Біреуі үрімжі пипадан әкелген малдар, бұлар заводтан шығу қымбат, өткен бұлар бүтін көз істейді. Ал енді мына малдар заводтың асықпаған ұйқы малдар. Mesela біреу заказ беріп алмай кеткен малдар, соған мыналар арзан. Міне 35-тен мына юбканың сапасын көріңіз. Мыналар үрімжіде пипа 75-ке тұрады мыналар. Құтыңыздар ма? Менде неге 35? Мен бұл Гуанчжудан әкелген малдарым. Әзір және бір 3-4 күн ішінде ана малдарым кеп болса, бұйырса. Мына көрдіңіздер ма? Жың жібекке көз қойылған, бұны 199-дан. Мына жың жібек мынау міне. Бүтін чүншогы. Мынаны үрімжіде ма Житаумен баста шыққанда мен қиын жақсы көрсем 600, тег пипасы 400, 500 деп жөліп әкеламағам. Ошын көптасының өзіне арен алып келдім міне. 199-дан. Енді бірегей осындай гаудан киім кием деген әпеке сіңілдерге міне. Бір уақыт бұлай киіп аласыздар. Неге пейласаңыз бұла береді, сымға пейласаңыз да. Қара юбкаларға пейласаңыз да міне. Тұр жаман адамды да сұлу қылып көрсететін киімдер мынау.